дәлел болмаған дейді. Ағаны сөйтіп жазып тұрмын. Деректер міне жеткілікті, мысалы қарабаңыздар. Жеткілікті дәлектер болмаған. Мына жерде дәлектер болмаған кезде қылмыстық құқық тексеру жүргізу талап ететін арызымен хабарлас сотқа дейінгі тексерулерін бірыңғай тілін 3 тәулік ішінде уәкілетті мемлекеттік органдарға қарау үшін жіберілді деп көрсетілген. Болды ғой, көрсетілген. Бұл жерде ешқандай не жоқ, жауап емес бұл. Сонымен қатар қызметтік тексеру жүргізу барысында полиция қызметкері іс-әрекеті қандай да қылмыстық құқық бұзушылық дерегі қорытынды бірге шешім қабылдау үшін Жамбыл облысының қаралу нәтижесі бойынша Жамбыл хабарланды хабардар етіңіз дейді. Мерзімді хабарда тоқтаңыз. Заңда көрсетілген мерзімді хабардар етіңіз дейді. 4 парақта тұрады, тіркену үшін болды. Мекен-жайы осылай хабар. Бұның жерде Малчыбаевтың, Құрманбек Сәкеннің ешқайсының фамилиясы жоқ қой. Не жазған? Жоқ. Жамбыл кім жазды? Өзіндік қауіпсіздік басқармасы. Мына жерде көрсетіп тұр. Көрсетіп тұр, фамилия бар ма жоқ? Құрманбек Сәкен деген. Малчыбаевтың. Сіздің арызыңызбен жазып тұр. Қызметтік тексеру жүргізу. Жоқ, кімге жүргізді? Жазбаған ғой, кімге жүргізген бұлар? Сіздің арызыңыз негізі жүргізіп отыр ғой. Жоқ, жүргізгенде фамилиясы жазбай ма анам? Енді мен сізге айтып қояйыншы. Қараңыз, қызметтік тексеру жүргізу барысында полиция қызметкерінің іс-әрекеті қандай да бір қылмыстық құбылушылық дерегі орын алған жоқ дейді. То есть бұл сізге айтып тұр, қылмыс сіздің арызыңыз бойынша тексеріс жүргізеді. Тексеріс жүргізгеннен кейін полиция қызметкерлерінің іс-әрекетінде қылмыстық құбылушылық деректерін анықтамаған. Яғни қылмыс жоқ, құрамы жоқ деп тұр бұл сізге. Сол үшін сонда 5 жыл. Қараңыз, сол үшін енді айтып қойыңызшы сізге. Сол үшін бұл сізге қызметтік тексеруге жатады деп тұр. Өздерінің несімен, полициялармен, полиция департаментімен қызметтік тексеру жүргізеді. Яғни тәртіптік мәселесін шешу керек. Бұл жерде қылмыс құрамы деген болмай тұр да, бірақ та наказание, жауапкершілікке тарту мәселесін, басқа да мәселелерді көтеріп қарау керек деп бұл сізге айтып отыр. Сол үшін бұлар полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасы Жамбыл облысы әкімшілік полиция бөлімінің Жамбыл облысы полиция департаментіне жіберіп отыр. Көрдіңіз бе? Әкімшілік полиция бөліміне. Яғни бұл Жамбыл облысы полиция департаменті. Сіз айтып тұрсыз, Баймұрзин деп тұрсыз ғой. Баймұрзин кісі басшы болып отырған кезде оның қол астында Құттыбаев деген кісі әкімшілік полиция бөлім басқармасының бастығы болған. Сол кісіге мына арызды қараңыз, сіздің қызметкеріңізге осындай арыз түсіп жатыр. Біз өз тарапымыздан қызметтік тексеру жүргіздік, бірақ та қылмыс құрамы анықталған жоқ деп бұл кісі арызды жолдап отыр. Түсіндіңіз ба? Енді қазір бұл арыз қаралған Құттыбаевтармен міне бұл осы кісілермен қаралды. 2022 жыл қаралған. 25 жыл. Енді қаралып қойып отыр ғой мәселе. 3 жыл қаралып отыр. Бұл жауапкершілік тәртіпке тартылды ма? Мен ол жағын көрмей тұрмын, қазір базадан елге көрсетпейді. Сол үшін 22 жылғы арыз ғой. Сіз бізге қазір осындай арызымды қарап беруін сұрайын деп жатсаңыз, мен осы арызды тіркеп, мен жаңағы жауабын да алып берейін сізге, облыстан, полиция деп, сіздің ешқайда барудың қажеті жоқ. Немесе сол жаққа жолдаймын, олар сізге ресми түрде жауап береді, мен сізге сол ресми түрде жауап бергенін алып бере аламын. Мен сізге таразға ешқайда бармаймын, осы жерден істеп берейін осы шаруаны. Заң жүзінде ешқандай неңізді уақытыңызды құртпайсыз. Мен аяғым бар ғой, барамын. Сол аяғыңыз жоқ, жоқ, мен барамын. Жоқ, барамын. Сен барған кезде сен аяқта басқаша дедің ғой маған. Бүкіл видеоң бар ғой сен Нұрсұлтан. Сен маған айттың ғой басқаша, сондай да мұндай. Қазір видеоңды шығарамын. Айтқан нәрсені шығарып беріп тұрмын. Жоқ, шығарған. Бұл жерде мысалы қазір мен жазып олай айтады, жауапкершілікке тартылмаған, сөйтпеген қылмыстық құрамы жоқ дейді. 5 жыл бойы қалтасын сабап, сүрігу, жаңағы мерзім өтіп кеткеннен кейін мен ол құжатты алмасам, видеода да бар ғой, дұрыс па? Мен мысалы паспортты қалтама салып алып, мысалы сүрігуін білмесем, өтіп кетсе, мысалы дұрыс па? Ол мысалы мен қай жақтан білемін, қай уақытқа тағайындаған, дұрыс па? Мерзімін білмесем, ол 5 жыл өтіп кеткен, маған айтады, сөйтіп бүйтіп келсек дейді. Ал бүкіл видеосын бар. Бәрін көрсетейін.
участковый маған звондап сөйтіп айтты, келсек дейді. Бүкіл Көрсетсеңші маған. видеосы бәрі бар мысал. Жоқ, Көрсетіңізші. мен тиктокқа салып өзімге арыз жазып, мен бәрін көрсетейін, мына кітік шақырайын болмайды Маған маған. көрсетіңізші Тірліктеріңіз. арызды, сол видеоны көрсетіңізші, Иә. не айтқандарын көрейін. Иә, көрейік, сен не айтқаныңды бәрін көрсетейік. Видео тиктокқа салып қояйын, ана тілшілер көрсетейін, ана шақырайын. Ана несін ұқтым, біреуің етер, біреуің мен бұндай ответ күткен емеспін сендерден. Мен ойладым, бүткіл жауабын бәрін шығарып болған шығар, көрсетейін. Может, маған келмеді ма дедім. Болмаса мен де барамын ғой, ДБ-дің бастығы қазір ауысты дейді, мысалы біреуге сілтейді, осылай. Мына 2017-тен бері қарай арыз жазып бердім мен Нұрсұлтан. 2017-тен бері қарай арыз жазып бердім мен бұған. 9 жыл болды мен құқым таптап келе жатқанда, 9 жыл бойы мен арыз жазып бердім бұған. Жылда сылтау айтасыңдар, анау мынау интернет, сен алдында прокуратураға келген осы жерге мен саған да алып келдім, көзінше 5 жыл болды, 5 жыл қалтасын салып жүріп, ол 5 жыл тексермей мылтықтың қаруын жалғыз мені мысалы басқа да мысалы қару деген ойыншық нәрсе емес мысалы. Қаруды 5 жылда мысалы 1 жылда 2 рет тексеріп, 5 жылда 10 рет тексеріп, 10 рет тұрмақ, бірде бір рет тексерген жоқ. Алып келсін, фото, видеосы дәлелі болса, алып келсін, көрсетсін. Мен сол кезде сөйтіп айтқан видеода. Ешқандай дәлелі жоқ, мәлелі жоқ. Сендер неме ойлап табасыңдар ма бір-бірден? Білмеймін, жаңа кім еді жаңа жерде? Әкімшілік полицияның бастығы. Полковник Құттыбаев ойлап таба ма? Қаяқтан тапты бұл? Жоқ, не жоқ, анау қылмыстық құрам жоқ, не жоқ, ештеңе жоқ. Ал көрсетейін бүкіл нәрселерін бәрін не істеп жүргенін. Көрсетейін, мен сен басқаша сөйлесейін болмайды. Ал тірліктерің осы дұрыс емес. Любой қазақ ел көреді, пікір жазады, көресіңдер. Көрсін, қараңыздар. Жамбыл болсын осындай, мен осы жаққа жазам, келем, көрсетем, нақты дәлелмен бәрін толық түсіріп, дәлелмен адамды сол тексермеген адамды, қаруды жүрген адамның өзін ертіп кеп арыз жазып кетсем осылаймын. 3 жыл болды. Арыз ешқандай эффекті жоқ. Міне осылай. Ешқандай ештеңе қозғалмаған, қағазынан қайтадан шығарып, сөйткен жолдағанбыз, сөйткен анау жаңағы берген қағазы міне. Осы қағазды алып кетейін, көрейін. Алып кетіңіз ағай. Қазір сізге арыз бересіз ба? Журналистер көрсін. Арыз бересіз ба?